Қайырлы күн достар, бүгін мен дәрумендерге толы ерекше тағам көкөністерден рагу дайындайтын боламын. Қазір жаз мезгілі, барлық көкөністің піскен уақыты, сондықтан да міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Ешқандай қуырмаймын, көкөністердің өзінің соғында дайындайтын боламын. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып, осылай дайындап аламыз. Мен мультиваркаға дайындаймын, сіздер қазанға дайындасаңыздар да болады. Мультиваркаға майымызды құйып, қыздырып қойдық. Пиязымызды дәл видеодағындай етіп турап аламыз. Содан кейін майымыздың үстіне қызып тұрған майға саламыз. Пиязды қатты қызартып қуырып керек жоқ. Үстіне біртіндеп дәл видеодағындай етіп турап, көкөністерімізді салып отырамыз. Міне қызанағымызды турап алдық. Пияздың үстіне саламыз. Енді осы қызанағымыз соғын беру үшін үстіне тұз себеміз. Келесі сәбізімізді үлкен-үлкен ірі-ірі бөліктерге бөліп аламыз. Сәбізді де жаңағы қызанақтарымыздың үстіне саламыз. Көрдіңіздер ғой, қандай үлкен-үлкен бөліктерге бөліп алдық. Барлығын рет-ретімен саламыз. Келесі картофелімізді да ірі-ірі бөліктерге бөліп турап аламыз. Картофелімізді салдық. Картофелімізді салып болғаннан кейін үстіне шамалап тұз себеміз. Арасына қалауларыңыз бойынша әртүрлі дәмдеуіштер сепсеңіздер де болады. Келесі асқабағымызды да дәл видеодағындай етіп турап аламыз. Содан кейін жаңағы картофеліміздің үстіне саламыз. Үстіне орегано дәмдеу үшін себем, және сарымсақтың кептірілген осындай приправа дәмдеуіш түріндегісін себемін. Сіздер сарымсақтың өзінде салсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады сарымсақпен. Және қара бұрыш, қызыл бұрышты да себесіздер міне. Келесі баялдымызды тураймыз. Дәл жаңағы асқабағымыз сияқты қылдырып турап шығамыз да, сол асқабағымыздың үстіне салып шығамыз. Келесі бәрін салып болғаннан кейін осының үстіне тәтті бұрышымызды саламыз. Тәтті бұрышты әртүрлі түстерден алсаңыздар әдемі болып көрінеді. Менде сары және қызыл түсті тәтті бұрыш. Тазалап алып, осылай турап, ірі-ірі етіп, бетіне салып шығамыз. Енді осының үстіне тұз себеміз, қалауларыңызша бұрыш сепсеңіздер де болады. Және үстіне аскөкті қоямыз. Аскөк ерекше дәм береді бізге. Менде петрушка. Мультиваркамның бетін жауып, тушение деген 50 минутқа қойып қоям өзінің режиміне. Сол кезде әдемі болып пісіп шығады. Сіздер егер қазанға пісіретін болсаңыздар, ең жай баяу режиміне қойып пісіріп аласыздар. Міне көріп тұрсыздар ғой, өзінің соңында өте керемет болып пісіп шықты. Мен мультиварканы ашпадым да, араластырмадым да, бәрі өте керемет болып пісіп шыққан. Дәрумендерге толы осы ерекше көкөністерден жасалатын тағамды сіз де дайындап көріңіз.